Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Диляра. Бүгін осындай қызылша қосылған хит салатты жасайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Керек ингредиенттер описание бөлімінде жазылып тұрады. Алдымен апельсиннің қабығын ашып аламыз. Видеодағыдай орташа етіп тураймыз. Келесі кезекте сырымызды турайтын боламыз. Қызылшаны суға қайнатып, оны да орташа етіп тураймыз. Кез келген жаңғақты қолдануға болады, менде грек жаңғағы, оны ұсақтаймыз. Менде салаттардың қоспасы. Ішінде салатный листья да бар, руккола да бар. Кез келген дүкенде сатылады. Ыдысымызға бөліп саламыз. Өзінің ішінде дайын соусы да бар. Бетіне қызылша, апельсин және сырымызды аламыз. Бетіне жаңғақ сеуіп, бальзамический соуспен әсемдеп шығамыз. Өте пайдалы әрі дәмді салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын.